Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін бізге осындай қысқа тырнақтар келді. Наращивание хочу дейді, өйткені өзінің тырнағын, ұзындығын өсіре алмаған екен. Гель-лак көріп тұрғандарыңыздай ұзаққа шыдамайды, көп жерде отслойка бар, яғни көтеріліп кеткен. Сонымен комби маникюрға кірістім. Синий насечка, почка деп аталады, фрезаның аты 15 000 оборотта. Аппаратты жаңадан үйреніп жатқан мастерлерге айтар кеңесім, осындай фрезамен тазаламас бұрын таяқшамен тазалап итеріп алыңыздар. Таяқша жоқ болса, бізде бастапқы кезде базовый курста үйрететін пушер деген болады. Сол пушермен итеріп алып, теріні сосын барып фрезамен тазалап өтсек болады. Сіздерге қай техника ұнайды? Классический, обрезной, аппаратный, комби, европейский. Қай түрі ұнайды, соны комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сосын сол техникаға толығырақ тоқталамыз. Негізі верхняя формаға өсіретін болсақ, тырнақты осындай юбочканы көтеріп қойғаннан кейін бірден наращиванияға көшіп кетеміз. Өйткені верхняя форманың бір қасиеті тырнақ теп-тегіс бірдемде дайын болады, бірақ жан-жағын астын тазалап алу керек болады. Сондықтан маникюрді толық аяқтамай осы күйінде қалдырамыз. Ал қазір мен нижний формаға өсіретін болғандықтан мен маникюрді толық аяқтаймын. Менің айтып жатқандарым сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Өйткені мен астыңғы форма, үстіңгі форма деп айтатын болсам, кейін сатып алатын кездерде өздеріңізге қиындық туындайды. Өйткені көптеген сатушылар олардың түп қазақшасын білмейді, сондықтан сіздерге оңай болады, жеңілірек. Нижний форма, верхняя форма десеңіздер, олар бірдемде түсінетін болады. Қайшы өте өткір. Егер сіз жаңадан бастап жүрген болсаңыз, сізге тағы бір кеңес, шипчикті пайдаланыңыз. Стайлекс'тің шипчиктері де бар, сондықтан сол шипчик сіздерге ыңғайлы болады. Өйткені бұның ұшы өте өткір, тырнақтың етті жаралап алуларыңыз мүмкін. Мен жұмсақ кисточканы қолданамын, өйткені қатты щеткаға тері ауырады. Ал бұл щетка маска істеуге арналған щетка негізі. Енді тырнақтың жан-жағын қоқымнан тазалаймыз. Обезжиривательді безворсовый салфеткаға дымқылдатып алып, апельсиновый палочкаға орап, осылай тазалап шығамыз. Міне менің айтқан нижний форма Virgin фирмасынан көбелек пішімді. Оның ең бірінші ұшын қыстырып аласыздар, осылай. Ұшын қыстырып алғаннан кейін арғы жағын ашып, болмаса ашпай тырнаққа орналастырсаңыздар да болады. Ашпай орналастырсаңыздар да болады. Мен ашып орналастырам, өйткені маған солай ыңғайлы. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Форманы қойып болғаннан кейін тырнақтың астына форманы кішкене тағы қысамыз, сужать етеміз. Орналастырғанда тырнақтың жалғасы сияқты болып тұру керек. Егер үстіге қарап қалған тырнақ болса, астыға қарай қоясыздар, орналастырасыздар кішкене. Ал астыға қарап қалған тырнақ болса, оның ұзындығын алып тастап, форманы кішкене үстіге қаратып қоясыздар. Енді гельді аламыз, сосын тырнақтың орта беліне жұқарақ қылып жағып, ұзындығына дейін жағамыз. Сосын ұзындығын кішкене қалыңырақ қылып етіп жағып, форманы алып тастаған кезде бізде ұзындық қалатындай қылып жағамыз. Міне бізде мынандай ұзындық қалу керек, неровный, біркелкі емес. Ұзындықтары да әр түрлі болып келеді, сондықтан біз егеп бастаймыз. Пилканы тырнақтың астына қойып, астындағы неровностьтарын бірінші кетіреміз. Сосын барып форманы шығара бастаймыз.
Міне осындай форма болып шықты, миндалеобразный. Енді наращиваниенің безпилилова бастаймын. Безпилилова дегенді түсінбей қалмаңыздар, егеусіз деген сөз ғой. Қазір гельді жағамында выравнивание істеймін, сонда ол қабат, екінші қабат қалыңдау болып жағылады, оның үстіне тегістеледі. Сонда бізде наращивание дайын болады. Уже оның еш жерін пилить етудің, дұрыстаудың қажеті жоқ болады. Тағы бір айтат кететін жайт, гель тырнақта тегіз таралу үшін тырнақтың бетін бірінші гельмен полусухой қылып тағы бір жағып алу керек. Сосын ғана осындай бір тамшыны алып таратсаңыздар, жағып шықсаңыздар, өзі тегіз таралады, тез тегістеледі. Төмен қаратқан кезде осылай өзі тез тегістеледі, бар жағына тегіз таралады. Міне лампаның астында көріп тұрсыздар, идеальный блик дейді. Лампаның жарығы, яғни жақсы түсіп тұр деген сөз. Осылай саусақтың жан жағын аударып тексеріп алсаңыздар болады. Астыңғы жағы қандай, астыңғы параллелі қандай, үстіңгі жағы қандай, архитектурасы дұрыс па, соны солай көріп аласыздар. Енді мен дискқа бір тамшы ақ гель-лактан алып жатырмын. Бүгін бізде амбре деген дизайн болады. Үйлеріңізде қандай губка бар, сондай губканы тауып алсаңыздар болады. Мен кезінде посуда жуатын губкамен де істегем осындаймен. Тамшыны бір орында тұрып таптать дейді ғой. Осылай таптать етіп аласыздар да, потом тырнаққа келіп ұш жағынан тағы таптать етесіздер. Сонда бізде плавный переход пайда болады. Ал менің қолданып жатқаным не деп сұрағыларыңыз келсе, ол кәдімгі пудраға арналған спонжик. Бізге қайшы керек болады? Спонжик керек болады и диск керек болады. Дискпен қоса ақ түсті гель-лак керек болады амбрені орындауға. Енді біз мынаны аламыз. Спонжикті көріп отырсыздар, уже жартысын қолданып тастағанмын. Кішкентай ғана бөлігін өйстіп қырқып аламыз да, оны екіге бөлеміз. Осы бөлігін екіге бөлеміз, сосын алдыңғы видеодағыдай қолдана бастаймыз. Енді сұрақтарыңыз болмайды. Кезінде айтқанымдай, мен үйдің посуда жуатын губканы да қолданғанмын. Дәл осы қимылдармен сіздерде қайталап көрсеңіздер, сіздерде де плавный переход шығады, керемет амбре шығады. Мен оған сенімдімін. Мынау екінші рет қайталап істегеннің нәтижесі, енді үшінші рет қайталап істеп шығамын. Өйткені ақтың ағырақ болғанын қаладым. Үш этаппен бітті, бізде осындай нәтиже шықты, енді топ жағамын. Ең басында осы амбре деген дизайнды істеп жатқан кезде мен шошыған болатын. Мынау не деген сұмдық, каплялары көрініп тұр ғой, не істеймін деп. Жаңадан үйреніп жатқаннан кейін, модель болғаннан кейін жарайды деп топты жаққан кезімде жұмсақ тілмен айтқанда, я офигела. Өйткені топ жаққан кезде көп нәрселер, мысалы андай біз теріміздің поралар көрініп тұрады ғой, телефонға суретке түскен кезде, соны растушевка жасаймыз ғой, сонда көрінбей қалып текстеліп кетеді ғой. Вот топ жаққан кезде де мынау дизайн солай болып текстеліп кететкен да, и плавный переход өте керемет көрінеді екен. Қараңыздар, қандай күшті, нежный болып шықты, өте нәзік. Ақпен, пастельный цветпен ғана емес, басқа цветтермен де істесеңіздер де өте нәзік шығады. Оның үстіне тырнақты визуально удлинять етеді.
менің инстаграм аккаунтыма кіріп ескі суреттердің арасынан осындай амбренің неше түрлісін көрсеңіздер болады. Мен эксперимент жасаған кезде басқа түстермен істеген суреттерім бар, сондықтан кіріп көрсеңіздер болады.